Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте ерекше дайындалатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Қамырын жылы жерге қоймай-ақ мұздай судың үстіне қойсаңыз да ашиды және осындай жұп-жұмсақ үлпілдек қамыр бізде дайын болады. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Барлық қажет заттарын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен өлшеп алған суымыздың үстіне ашытқымызды саламыз, яғни дрожжымызды қосамыз. Одан соң үстіне қантымызды қосамыз. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Сол бойынша қоссаңыздар міндетті түрде сіздерде дәл осындай пирожкилер дайын болады. Одан соң үстіне 1 шай қасық тұзымызды қосып, одан соң сұйық майымызды қосамыз. Барлығын қасықтың көлемімен өлшеп салып жатырмын. Енді барлығын жақсылап араластырып, шамамен 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бізде көпіршік болып шығуы қажет. Міне көргендеріңіздей мендегі жаңағы ашытқым көтеріліп, осындай көпіршік пайда болады. Енді оның үстіне міндетті түрде өлшеп алған ұнымызды саламыз. Мен осылай арнайы таразының көмегімен өлшеп салдым. Ұнды електен өткізіп саламыз міндетті түрде, сонда біздің пирожкилеріміз көтеріліп шығатын болады. Енді барлығын жақсылап біркелкі етіп жұп-жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Қатты қолдың күшіне салып елемейміз, себебі қамырымыз қатты болып кетеді. Сол себепті саусақтың ұшымен ала отырып жұп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Енді қамырымызды біріктіру үшін осылай тақтайшамыздың үстіне қойып біріктіріп алсаңыздар да болады. Сонда бізде тез әрі жұп-жұмсақ қамыр бірігетін болады. Себебі біздің ыдысымыз кішіректе болып қалса, онда қамыр қатты болып еленіп кетуі мүмкін. Сол себепті осындай тақтайшаның үстіне қойып, қолымыздың жай күшімен ала отырып жұмсақ қамырды дайындайтын боламыз. Мінекей осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді жаңа салафанымыздың ішіне жаңағы дайын болған қамырымызды жақсылап саламыз. Арасы тесік болмауы қажет біздің салафанның, себебі арасы су кіріп кетеді. Енді мұздай суымыздың үстіне осы дайын болған қамырымызды салып қоямыз. Бізде міне көргендеріңізде қамыр бетіне қарай көтерілді, судың бетіне шықты. Енді қамырымыз бұл ашыды деген сөз. Енді осы дайын болған қамырымызды жайып алатын боламыз. Бізде қамыр жаңағы судың бетіне қалқып шығуы керек, сонда қамырдың ашығанын білдіреді. Енді осы қамырымызды оқтаушаның көмегімен дөңгелекше етіп жайып аламыз да ортасынан пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Қазір формасына келтіріп біздің пирожкилерімізді дайындайтын боламыз. Әркім өзінің қалауы бойынша формаға келтіріп жасай берсе болады. Әркімнің өз еркінде. Мен осылай ортасынан бөліп алып, ұзыншалау етіп кесіп алып, жаңағы пирожкилерді дайындайтын боламыз. Салмасына мен картопты пайдаландым. Сіздер капустамен жасасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша алдын ала тек қана салмасын пісіріп алатын боламыз. Мен 5-6 дана картопты пайдаландым. Жақсылап осы картоптарымызды езіп алатын боламыз. Және арасына сәл ғана сүтімізді құйып жіберіп, татымына қарай тұзын салып, жақсылап пюре етіп езіп алып шығамыз. Енді жаңағы кесіп алған қамырларымызды оқтаушаның көмегімен жайып аламыз. Ешқандай артық ұнды қоспаймыз, себебі қамырымыз бізде қатты жабыспайды. Бірден жая берсеңіздер болады. Артық ұнды қосатын болсаңыздар, біздің пирожкиларымыз қатты болып кетуі мүмкін. Сол себепті артық ұнды қоспағандарыңыз жөн. Енді жаңағы дайындап алған салмамызды бірден салып алатын боламыз. Формасына келтіріп, кез келген қалаған формаңызда пирожкиларды орай берсеңіздер болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша жасалады.
пирожкимізді жасаған уақытта майымызды алдын ала баяу отта қыздырып аламыз. Май тым қатты қызып кетпеуі қажет. Егер де қатты қызып кеткен жағдай болса, онда пирожкилеріміздің арасы шикі болып кетеді. Сол себепті міндетті түрде баяу отта пирожкилерді пісіріп алғандарыңыз жөн. Себебі қатты отта пісіретін болсаңыздар, арасы шикі болып кетеді. Сол жағын өте қатты қадағалаңыздар. Енді дайын болған пирожкилерімізді ыдысымыздың үстіне қағазын төсеп алатын боламыз. Дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей көргендеріңіздей арасы барлығы толыққанды піскен. Осымен пирожкилер дайын болды. Сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып парақшама қолдау білдіріп қойыңыздар. Алдағы уақытта да сіздерге түрлі видео рецепттермен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.